Қайырлы күн, баршаңызға қалдарыңыз қалай, тәуірсіздер ма? Ал бізде осындай қатты джинсы, білмеймін енді, тастай. Сол балағын қайтару керек деп жатырмын. Сол балақты қайтарғанда лайфхакты көрсетейін деп отырмын. Мына жерін кесіп тастадым, мына жері менде мынау қайтарылатын жері. Бүйтіп қап-қатты мынаны өзі ұстағанда тастай. Мынау енді қазір біздер егер де мынаны қайтаратын болсақ, бүйтіп кішкене былай істеп, оны мына жерден бүйтіп қайтаратын болсақ, мына жер деген өте қалың болады да. Сосын деген мынау инені сындырады, жіпті үзеді. Сондықтан біздер оны қалай істейміз? Менімен бірге болыңыздар. Қазір лайфхакты көрсетемін, қалай жылдам тығу керек екенін. Ал қыздар, мына балағын тығу үшін бізде бір балағын тығуды көрсетейін. Мынандай етіп сызып алдық қой. Енді мына жерде қатысы бар емес пе? Соны бүйтіп басып отырған өзінде бұрын енді біз ательеде істегенде осылай істеп, оның үстінен балғамен ұратын, мына жерді балғамен бүйтіп ұрып мынаны жұмсартатын едік. Енді қазір олай емес. Енді біздер қазір оны балғамен ұрмаймыз. Чуть-чуть мына тігетін жерден былай алып тастаймыз. Мына қатты жерді осындай сантиметрде алып тастаймыз. Керек емес, себебі ол деген инені сындырады. Во-первых, машинаны бұзады, машинканы бұзады. Осылай алып тастайсыздар. Осындай етіп. Міне, көрініп тұр ма? Алып тастайсыздар. Ал мына жерін мынандай етіп үш бүріштеп алып тастайсыздар. Енді тігіп көрсетейін. Ой, светсім қалғанда көресің. Ал қыздар, мына балақты әлі отырмын. Свет сөніп қалды, свет жана жанды. Қайтады, свет сөніп қалды бір. Мынаны шетін кішкене кестік қой. Мынандай қытай, овальный. Енді болса қайырып отырып тігемін. Өте тастаймын, білмеймін. Крахмалға майлақ болған ба, тастай өтіп. Үштіп қайырып отырып, мына бір линиямның ортасымен тігеміз дейді, білмеймін. Енді мына жерге келдік қой, жаңа кесіп тастаған. Соны осылай бүктеймін да. Осының үстінен басып кете берем, болды. Ол шашылмайды да, теп-тегі шығады да. Мынандай болып шығады. Зато ол ауыр болмайды, мына жер қатты болмайды. Аккуратно шығады. Болды. Өтектеп берем қазір. Мына бір жері теп-тегі шығады. Мынандай болды.